өз баламмен көп жұмыс жасау керек екен деген ой келді. Мұғалім деген рахат екен ғой, мен сондай бақытты күнім болды. Жаңа ата аналар көтеріліп келеді де, үйдің аяқ киіммен келіп қойған сабаққа да балалар уақыт бөлмейді екен балаға. Ата аналар өтірік айта салады енді, бір өкінбеймін. Ұстаздың бойынан ешқандай мін көрмеу керек, себепші болған әкем. Қайырлы күн, құрметті достар. Біздің кезекті подкастымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің қонағымыз үлгі тұтар ұстаз, қамқор ана Асылжан Толғанай Ғазизовна. Рахмет, қош көрдік. Жалпы бүгінгі подкастымызға келіскеніңізге алғысым шексіз. Рахмет. Бұл подкаст тек қана мектеп оқушылары үшін емес, ата-аналар, жасөспірімдерге де арналған. Себебі қазір қозғалатын тақырып өзекті мәселелердің бірі. Ал енді бастасақ, Толғанай Ғазизовна, жалпы осы подкастқа шақырғандағы ең алғашқы ойыңыз, әсеріңіз туралы айтып өтсеңіз. Ең бірінші қош көрдік барыңызды, рахмет сіздерге, шақырғандарыңызға, сұхбатқа. Енді ең бірінші ойым, мен өте қатты қуандым. Себебі қазіргі уақыттағы біздің мектептегі осы журналистика бағытына байланысты көп жұмыс жүргізіп жатыр ғой. Соның ең бастамасы ретінде сіздердің осы жұмысты қолға алғандарыңызға, жауапкершіліктеріңізге өте қатты қуандым. Сондықтан эмоциям бірден жақсы болды деп айта аламын. Рахмет. Толғанай мұғалім, біз сізді қандай керемет ұстаз екеніңізді білеміз. Жалпы сізді толығырақ бір жеке тұлға ретінде танысқымыз келеді. Сондықтан да өзіңіз жайлы қысқаша айтып өтсеңіз. Жақсы. Мен енді өзім жайлы айтатын болсам, негізі біздің осы ұстаздық жолды таңдауымызға себепші болған әкем. Мен ұстаздар отбасынан шыққан адаммын, иә. Біздің отбасымызда барлығы ұстаздар қауымы. Бұл бірінші себеп деп ойлаймын. Екінші себеп ол киелі Жаңарқа жерінемін. Сәкен Сейфуллиннің атақты жазушы, ақын Сәкен Сейфуллиннің дүниеге келген жерінемін. Иман Ақтауын баурайында өстік. Сол жердің киелілігі де әсер етті деп ойлаймын. Сонымен қатар отбасындағы, енді бірінші кезекте отбасындағы тәрбие ғой. Одан кейін студенттік кезде де жақсы мұғалімдерге жолымыздың болып кетуі деп ойлаймын мен. Алғашқы қызмет бастаған кезде де жақсы тәлімгердің қолына түсуімде менің ұстаз болуыма, осы дәрежеге жетуіме үлкен септігін тигізді деп ойлаймын. Толғанай Ғазизовна, жалпы осы мұғалім жолына түсудегі бір басты қызығушылық қай кезде туды? Осы мұғалім мамандығын таңдау. Басты қызығушылық ол мұғалім мамандығын таңдау. Педагогика, 4-ші курс оқып жүрген кезде педагогикалық практика бар, тәжірибе. Мектепке барып, оқушыларға мектепке барып сабақ береміз ғой. Мемлекеттік практика дейді ғой, тәжірибе. Сол кезде ең алғашқы 36-шы мектепте, осы Майқұдықтағы қазақ мектебінде өткен болатын. Ол балалармен түскен суреттерім бәрі әлі күнге дейін үйде сақтаулы тұр. Қазір олар бәрі қызмет атқарып жатыр, жақсы. Сол кезде мен үшін өте қатты әсерлі, сондай бір сабақ берудің өзі, сабаққа деген дайындықтың өзі бір үлкен жауапкершілік екендігін сезіндік. Ұстаз болудың қандай өте ерекше мамандық екендігін түсіндік. Сол кезде үлкен бір махаббат деп айтуға болады, мамандыққа деген махаббат ояна бастады. Одан кейін алғашқы сол студент диплом алғаннан кейін Ахмет Байтұрсынов атындағы мектепке жас маман болып жұмысқа тұрған кезде айналандағы тәлімгер ұстаздардың, мектеп басшысының қолдауын, сондай жастарға деген ерекше ілтипатын көріп, мен тіпті қанаттана түстім деп айта аламын. Жалпы енді осы тұста мұғалім деген ұғым сіз үшін қандай мағына білдіреді? Сол туралы айта кетсеңіз. Ұстаз деген ұғым ол өте ерекше деп айта аламын. Ол жаңа айтып кеттім ғой сіздерге. Отбасымда барлығымыз ұстаз болғандықтан бізде бір-біріміздің мамандығымызға, бір-біріміздің уақытымызға үнемі бір үлкен құрметпен қарап өстік. Әлі күнге дейін де солай.
ұстаздық ету деген ол оңай нәрсе емес, оңай жұмыс емес шын мәнінде. Бірақ бұл өте бір жауапкершілігі бар. Ұстазға жаңа өздеріңізде әлеуметтік желіден басқа дүниеден де көріп жатасыз ғой. Мысалы ұстаздың бойынан ешқандай мін көрмеу керек қой негізі оқушылар. Ешқандай мін болмау керек дейді. Ол ұстаз деген жүкті көтеріп жүрудің өзі өте ауыр деп ойлаймын мен. Себебі қаншама жауапкершілік жатыр, қаншама оқушылар сізден тәлім алады, қаншама адам бағыт бағдар алады. Мысалы менің мұғалімім деген атты айтады. Сол сияқты енді айта берсек өте көп, бірақ бұл ұлы мамандық. Өйткені бір әріп үйреткенге 1000 жыл сәлем бер деп айтып жатады ғой. Ол сөз тектен текке шыққан жоқ. Мысалы ұстазға деген құрмет те жоғары болу керек, және ұстаздар соған лайықты, өздерін лайықты ұстау керек. Яғни білім жағынан болсын, барлық жағынан ұстазға лайықты атқа ие болу керек деп ойлаймын. Иә. Жалпы осы соңғы қорытындысы ретінде ұстаз деген ол сіз үшін кім? Соған 3 сөзбен жауап берсеңіз. Ұстаз деген кім? Ұстаз сөзімен енді шексіз ізденетін адам, мықты психолог деп айтуға болады. Бар уақытын балаларға арнайтын жанашыр, екінші ана ғой енді. Солай айта алатын едім. Жақсы. Толғанай мұғалім, осы сіздің ұстаздық өміріңіздегі ең қызықты есте қалған сәтіңіз болса, соны айтып өтсеңіз. Ең қызықты есте қалған сәтім, ондай сәттер өте көп. Ол енді айта берсек шексіз болады негізі, бірақ та есіме түсіріп көрсем қазір. Бұл жерде енді әріптестермен өткен қызықты уақыттар мен айта алатын едім. Бір-бірімізбен қалжыңдасуымыз, мысалы сабақтан тыс уақыттағы қалжыңдасуларымыз, оқушылардың дос сияқты сырласа білетін оқушылардың болуы өте қызықты. Ол әсіресе төменгі сыныптарға сабақ берген кезде, жас маман болып келген кезде, күнде бір оқушы әйтеуір біреу жеп отырған конфетін, жаңағы қолындағы печеньясын, бір әйтеуір дәмді тәттілерін беріп отыратын күнде. Сонында бірінші жыл жұмыс істеп жатқан кезде мен ойлайтынмын, мұғалім деген рахат екен ғой, тәтті жеп отыра бересің деп. Сөйтсек баланың көңілі екен ғой ол кезде, кейін түсіндік қой. Сонда сол сәттер енді өте қызықты, қайталанбайтын бақытты сәттер деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Ал қазіргі таңдағы бала тәрбиесі туралы ойыңыз қандай? Қазіргі таңда бала тәрбиесі туралы енді бәріміз өзімізді бала тәрбиелеп отырмыз, бірақ та қазір заман ағымы да кішкене қиын болып тұр. Сондықтан өте қатты алаңдаушылықпен өмір сүреміз деп айтуымызға болады. Бірақ қазір мысалы мен әдебиет пәні арқылы, көркем шығармаларды оқыту арқылы, сіздерге де үнемі жаңағы әрбір кейіпкердің өмірін талдап отырған кезде, өмірге қандай, өздеріңізге қандай ой түйесіздер деп сұрап отырамын. Сол арқылы да бір сіздер шамалы болсын дұрыс бағыт бағдар алса екен деген үміт. Енді бізде сол сабақ процесінде тәрбиелейміз ғой сіздерді. Сондықтан сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ та енді заман ағымына байланысты да кішкене қорқыныш бар бала тәрбиесінде. Бірақ ұстаздар қауымы, мектеп болсын, барлығы қаншама күш салып жатыр тәрбие процесінде де, оқу процесінде де қаншама жұмыстар атқарылып жатыр деп ойлаймын. Сіздің өз тәжірибеңізге сүйеніп, болашақ жас мамандарға қандай кеңес берер едіңіз? Енді қазіргі уақытта мына педагогикалық сыныптар, мұғалім мамандығын таңдап отырған оқушылар келеді, біз сөйлесеміз, сырласамыз, балаларға ақыл кеңесті айтамыз. Бірақ енді ең бірінші мамандықты дұрыс таңдау, өзінің қабілетіне қарай, қызығушылығына қарай, сұранысқа да қарау керек қазіргі уақытта. Екіншіден, енді ұстаздық мамандықты таңдайтын болса, үлкен шыдамдылық керек, еңбек керек, ізденімпаздыққа қабілет керек. Енді біз әлі күнге дейін, міне балалар көріп отырсыздар ғой, әлі күнге дейін біз кітап оқып, әйтеуір бір шетінен жаңаны қабылдап, жаңа білім алып жатамыз. Ұстаз болу деген ол өмір бойы оқу деп аталады, сондықтан соған дайын болу керек деп ойлаймын. Жаңа сөзіңізде айта кеттіңіз ғой, кітап оқу деген.
Ең сүйікті кітабыңыз қандай? Менің ең сүйікті кітабым Оралхан Бөкейдің шығармаларын жақсы көремін. Шерхан Мұртазаның шығармаларын жақсы көремін. Оның ішінде Атау Керей шығармасын айтып кете аламын. Сіздермен де біз былтырғы жылдары жаратылыстану бағытымен оқыдық, оны талдадық, иә. Сонда өте керемет енді. Абайды айтамыз, Абайдың қара сөздерін, Абай жолы роман эпопеясын айтуға болады, иә. Айта берсем көп, әдеби туындылар өте көп. Егер де қайта дүниеге келсеңіз, осы ұстаздық өмірді таңдайтын бе едіңіз? Иә, мен мамандығымды жақсы көремін. Мен үнемі айтамын, мен жұмысыма асығып келетін адамдардың бірімін, шыны керек. Мен жай ғана сабақ бердім, кеттім деген әрекетті мені қолданбаймын. Мен өз мамандығымды жақсы көремін, мен өзімнің айналамды, тіпті білесіздер ғой, сіздер де көріп отырасыздар. Үнемі ізденіп, бір жаңадан балаларға жаңа бір дүниені айтып кетсем екен деп, сабағында бір жаңа дүниені үйретсем екен деген мақсат қой енді бізде. Сондықтан қайтадан өмірге келсем, міндетті түрде ұстаздық мамандықты таңдаушы едім. Өкінбеймін. Рахмет. Жалпы осы балалармен жұмыс жасауда, осы мектепте жұмыс жасауда бір қызықты ма, сондай оқиғаңызды айтып кетсеңіз? Оқушылармен жұмыс жасауда қызықты оқиға ма? Мүмкін бір келеңсіз оқиғалар ма? Енді бізде болды, мысалы, әсіресе қызықты оқиғаларына төменгі сыныптарда ғой, тәжірибемде болды. Балалардың, мысалы, кейде ата-аналар алып қалып жатады сабақтан, сондай жағдайлар болады ғой. Сол кезде баланың жауабы басқа болады да, бала шын жауап береді ғой. Ата-аналар өтірік айта салады, енді бір себептер болды ғой, енді сол себепті, мысалы, кеше бізде бір ауырып қалды деп айтады да, мұғалім жоқ, мен ауырған жоқпын, біз қонаққа бардық деп айтатын кездер болды, мысалы. Енді ол кезде енді қатты реніш білдірмейсің, бірақ сондай қызықты сәттер бар балалардың тарапынан. Кейбіреулері болды, мысалы, мен тәжірибемде жаңағы үйдің аяқ киімімен келіп қойған сабаққа да балалар болды, мысалы, аяқ киімін ауыстыруға ұмытып кеткен ғой, үйден асығып шыққан кезде. Сондай сияқты енді қызықты сәттер болды. Мектептің өмірінің өзі қызықты ғой негізі. Иә, әрине. Жалпы осы тұста ата-аналармен жұмыс жасауда бір қиын сәттер немесе бір болған келеңсіз жағдайлар, осы жайттарда сіз оны қалай шешуге тырысасыз? Сол туралы айтып кетсеңіз. Иә, тамаша сұрақ. Ата-аналармен келеңсіз жағдайлар енді жиі болады деп айта алмаймын, бірақ кездеседі, міндетті түрде болады, иә, ол. Бірақ та бұл жерде ең бастысы түсініспеушіліктен болады. Мысалы, оқушы тарапынан ата-анасына басқаша ақпаратты басқаша жеткізіп жатады да, ата-анасы оны басқаша қабылдайды, иә. Қазіргі таңда ата-ананың да әртүрлі түрлері бар ғой, мысалы, кейбіреулер енді қызуқанды адамдар болады, иә, бірден ашуға салынатындар, кейбіреулері жөн сұрасатындар болады. Сол сияқты жағдайда болды, ондай кездесті, иә, әлі де кездеседі деп ойлаймын, өйткені ол жұмыс мектепте оқушы ата-анамен жұмыс жасап жатқаннан кейін ондай жағдайлар болады. Бірақ ең бастысы дүние, мен өзім көз жеткізген нәрсе, ол сабырлық сақтап, тыңдай білу керек екен. Бірден ашуға салынбау керек. Тыңдап, істің аяғын, бәрін, соңын тыңдап көру керек екен. Сосын барып бірге отырып шешім қабылдаған дұрыс екен. Біз көп жағдайда жаңа ата-аналар көтеріліп келеді де, мысалы, ашуланып келеді де, кейде сен де сондай дауыс ырғағымен немесе жаңағы жоғарылатып сөйлеп жүрсең, ол кісі де бірден сондай эмоция жағынан қабылдайды ғой. Сондықтан ата-ана келген кезде күлімдеп, жақсы сөйлесіп, жылы сөйлесіп көрсе, негізі әрбір адамның түбінде жақсы бір барлық адам мейірімді ғой негізі. Бірақ айналада бір кейде себептер болып қалады сондай. Иә, әрине. Жалпы осы сіз ұстаздық жолына келудегі қаншама жыл осы ұстаздық мамандығында жұмыс атқарғаннан кейін, жалпы осы ұстаздық жолды өзіңіздің жеке өміріңізбен қалай ұштастыра алдыңыз? Яғни сізге шынымен де қарасақ қиыншылықтар болады, бір ата-аналармен келеңсіз жағдайлар болған кезде осыны қалай ұштастыра алдыңыз? Енді болады кейде мені қатты бір сондай бір көңіліне тиетін сөздерді айтатын кездер болады, иә, ата-ана тарапынан, мысалы, енді
тағы да басқа болды енді мысалы оқушының әрекетіне байланысты кейде бір балаларда ойланбай бір сөздер айтып қалады да, көңіліне тиіп қалады ондай нәрсе. Ондай кезде енді мектептегі мен өзім принципім, мектептегі жұмысымда болған жағдайда мен ешқашан отбасыма барып жаңағыдай мысалы бүгін көңілсіз келдім, сендер бәрің көңілсіз болу керексіңдер деген принципті ұстанбаймын. Өйткені біздің үйдің тәртібі де сондай, біз жұмыс барысын үйде ешқашан отырып талқыламайды екенбіз. Сондай біз үйде тек қана жаңағы бала тәрбиесіне ғана, отбасылық мәселені ғана талқылаймыз. Ал жұмыстағы мысалы менің көңілсіздігім ол үйдегі адамдарға қатысы болмау керек. Бізде сондай принцип. Мен қанша көңілім түсіп, сондай бір шаруам жүрмей жатып, тағы да басқа дүние болып жатса да, мен барып эмоциямды көрсеткен емеспін, шыны керек. Болмады деп айта аламын, сеніммен ондай жағдай. Өйткені іштей тыйып, сондай бір үйге басқа көңіл күймен баруға тырысамыз. Өте дұрыс. Ал енді осы тұста сіз көп уақытыңызды мектепте балаларды оқытуға арнағаннан кейін өзіңіздің туған балаларыңызға енді кейбір жағдайлар болып жатады ғой, көңіл жетпей қалу уақыттың, немесе бір жоба қорғауда көмектесе алмай қалу, және тағы да басқа осындай оқиғаларда сіз сондай оқиғалар болды ма негізінен? Өте көп ондай оқиғалар, өте керемет сұрақ, өте көп. Мен осы соңғы уақытта тіпті соған ойландым да. Балаларымыз өсіп келе жатыр ғой, енді сонда көп жағдайда олар, мұғалімдердің балалары көп жағдайда өздері өте жауапты балалар болады екен негізі. Өйткені мен көзім жеткіздім, ол балам қазір мысалы 3-ші сынып оқиды ғой, ұлым, соның өзіне қарап отырдым да, көп нәрсені өзі жасайды екен. Сосын өзі мынау алтын күз сияқты бір мерекелерде қолдан жасалынатын бұйымдар жасаған кезде сондайда келіп көмек сұрайды, бірге жасайықшы деп. Сол кезде осы биылғы жыл ғана болған нәрсе, біз бірге жасадық, бірінші рет жасаған шығармыз, шыны керек, оны мойындаймын мен. Сосын ол бір 2-3 сағат уақытым кетті еді, бірге отырдық, 2-3 сағат үнемі негізі әкесі бірге көмектеседі да, сол кісі жасайтын. Сосын маған біткеннен кейін айтады, бүгін мен сондай бақытты күнім болды деді. Енді 3-ші сыныптың баласы маған сондай сөзді айтты. Мен өте қатты толқып кеттім ол кезде. Сонда ойладым, мен уақыт бөлмейді екенмін балаға, шын. Өйткені біз мысалы кешкі уақытта да балалардың кешкі асын беріп, жаңа сабағына бүйтіп қарайсың, бірақ көбінесе ол өзі оқитын болғандықтан аса қатты көмек сұрамайды, өте сирек көмек сұрайды. Ал одан кейінгі уақытымыз біздің жаңа ноутбукта отырамыз, компьютерда жұмыс жасаймыз, ертеңгі сабақ, тағы да басқа құжаттар сияқты. Сол кезде шын өз баламмен көп жұмыс жасау керек екен деген ой келді. Балаңыз сізді мектеп оқушыларынан қызғанған кезі болды ма? Ондай кездер жоқ, әлі болмады ондай. Кішкентай болғандықтан ол түсінбейтін шығар. Бірақ мен мамандығымды, сондай мұғалім екендігімді, арасында осында мектепке де келіп жүреді ғой, кейде соғып кетеді, жолай кетіп бара жатқан кезде. Сонда сенің оқушыларың ба, сіздің оқушыларыңыз ба, бұлар жақсы оқи ма деген сияқты енді бір қызығушылығы бар сұрақтарды қояды, бірақ ондай несін байқамадым енді әзірге. Осы 11-ші сынып бітіруші түлектерге қандай кеңесіңізді айтар едіңіз? Мен енді сіздерге сабақ барысында да үнемі кеңес айтам. Ең бірінші мамандықты дұрыс таңдаңыздар. Адамның өмірдегі таңдаған мамандығы оның ары қарайғы болашағының кепілі деп те айтуымызға болады. Өйткені мамандық таңдау деген өз мамандығыңды жақсы көріп таңдап, сол мамандықтың үздігі болсаң, сен өмірде жеткен ең үлкен жетістіктердің бірі болып есептеледі негізі. Одан кейін енді жар таңдау деген сияқты, сондай мәселелер кете береді. Бірақ қазіргі уақытта уақыттарыңызды босқа өткізбей, бар уақытты білім алуға арнау керек. Тіпті енді біздің өзіміз мысалы жоғары оқу орнын бітіріп кеткенімізге неше жыл өтіп кетсе де, мысалы мен өзім қосымша кітаптар оқимын, жаңағы білесіздер, подкасттарды тыңдаймын, арнайы бір бағдарламаларды көремін. Сол арқылы жаңаны білу, жаңамен танысу үшін тырысып жатырмыз. Сондықтан балаларға да қазіргі уақытта тоқтамайтын уақытта үлгеріп қалу керек, білімді алып. Мен басты балаларға кеңесім сол деп ойлаймын.
Енді сіз жалпы өз балаларыңызға осы ұстаздық жолын, ұстаз мамандығын ұсынар ма едіңіз? Немесе өз балаларыңыздың осы ұстаз болуын, балаларға тәлім тәрбие беруін қалайтын ба едіңіз? Енді әрине, бірақ өздеріне де таңдау береміз. Бірақ та ұстаздық мамандықты таңдап жатса, міндетті түрде қуана қолдайтын едім. Өйткені бұл мамандық арқылы мен өз басым мысалы қаншама тәжірибе алдым, қаншама дос, қаншама орта осы жолда, қаншама жаңағы өзіңді қолдайтын адамдардың болуы, жанашырлардың болуы, енді шексіз ғой, айта берсем, мүмкіндіктері шексіз. Сондықтан өзім қолдайтын едім, егер мұғалімдік мамандықты таңдайтын болса, қуана. Жақсы, мұғалім, жауаптарыңызға рахмет. Мұғалім, біздің сұрақтарға жауап беріп, подкастымызға келгеніңізге көп алғыс айтамыз. Болашақта осындай подкасттар көп болады деген сенімдеміз, және де біздің бастауымызды қолдағаныңызға рахмет. Сіздерге де өте көп рахмет. Сіздердің сұрақтарыңыз мені қатты ойландырды. Мен өзі эмоцияның адамымын ғой, кішкене толқып қалдым. Қазір шыққаннан кейін де ойладым ол сұрақтарға одан әрі де қалай жауап бердім екен деген сияқты. Дайындықсыз келгеннен кейін тіпті керемет екен. Енді мен сіздердің сұрақтарыңызды да білмедім негізі. Сондықтан маған да өте ерекше эмоция сыйладыңыздар деп ойлаймын. Сондықтан рахмет сіздерге де. Жақсы. Енді бүгінгі подкастымыз мән мағынаға толы, пайдалы болды деген сенімдеміз. Болашақта осындай подкасттар көп болады деген де сенімдеміз. Назарларыңызға рахмет.